53 жастағы Қалтай Қарабаев осыдан 3 жыл бұрын гайморит ауруына шалдығыпты. Басы ауырып, демалуы қиындаған науқас дәрігерлерге қаранғанымен емделуге асықпадым дейді. Ал қазір ол шығыс еміне жүгінген екен. Ине чөп дәрісін ішіп отырмыз. Ине салат, банк салат, электрофорез бар. Мұрында 48 канал бар. Солардың барлығын оздық, сырттан кислородты сіңіретін, қайта тазалап иммунитет беретін жерлерге біз алтын ине қондырамыз. Сол арқылы жаңадан клетканы өсіріп, сау қалпына келтіруге тура келеді. Шаң тозаңнан кішкентай клетка ол өзінің мүмкіндігінен жоғалтты. Соған қайтадан мүмкіндік беріп, оны қайтадан өсірген кезде сау қайта гаймориттің төңірегінде клеткалар пайда болады. Гайморитті емдеуде шығыс медицинасынан басқа халық еміне өзіндік ем шараларға да жүгінетін науқастар аз емес. Олардың да шипасын жоқ деп айтуға келмейді. Медицинаға барсаң, мешочекте пышақ болады, дұрыс па? Мұнда ондайға бармайсың. Гайморитті емдеген кезде оның салмағына байланысты көреміз. Қандай ем жасау керек? Тазалау керек па? Жоқ, жай ғана инегіне қондырамыз ба? Жоқ, оған таспен қыздыратын пизоғыны қойдырамыз ба? Шөппен қыздырамыз ба? Шөппен тазалаймыз. жоқ, жаңа сияқты химиялық дәрілермен ішін вирустарын өлтіреміз бе? Сол нақтылы көргеннен кейін маман шешеді.